Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен гүл жайына. Бүгін біздің маникюр сабақтарының екінші бөлімі. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бірінші бөлімінде маникюр жасау үшін қандай құрал-жабдықтар керек екендігін айтқан болатынмын. Егер де сіздер бірінші бөлімін көрмеген болсаңыздар, осы видеоның астына сілтемесін тастап кетемін. Бұл видео сол видеоның жалғасы болып келеді. Спирт бізге инструменттерді сүрту үшін керек. Спирттарды осындай дозаторларға құйып қойсаңыз болады. Келесі бізде бұл безворсовая салфетки, арнайы осы маникюр сенсаларға арналған. Келесі бізде қолдың астына қоятын подушкалар. Және де қолды салатын ванночкалар. Достар, алдыңғы бөлімде сіздерге снять ету үшін гель-лакты аппарат көрсеткен болатынмын. Бізде және осындай жидкость бар, жидкостьпен де снять етсек болады. Және соның шипчиктары. Бұл бізде праймер. Базаны жақпас бұрын бірінші осындай праймер жағамыз. Праймерден кейін біз база жағамыз. Базадан кейін өздеріңіз білесіздер, біз лак жағамыз. Лактардың фирмалары өте көп, аттары да. Оған мен арнайы видео түсіретін боламын. Қандай лактардың сапалары жақсы екендігіне. Және де соңғы бізде жағатымыз бұл топ деп аталады. Бұл маслы кутикула деп аталады. Маникюрді толық жасап болғаннан кейін осындай маслы жағып берсеңіз болады. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Менімен бірге болып, соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Лайк басып, комментария жазып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.